Қазір Түркістан қаласының өзінде 100-ге шақты көше қайтадан жөндеуден өтіп жатыр. Өздеріңіз көріп жатқан боласыздар. Оның ішінде барлық асфальт покрытиясының бәрі қайтадан жаңарылады. Жаңағы су ағарлардың бәрі қайтадан салынады. Қасында аяқ жолдар салынады. Көгалдандыру мәселелері қолға алынады. Жалпы биыл біз 2000-ға жуық пәтерді Түркістан қаласында іске қосатын боламыз. Ең бастысы бұл Түркістан жобасы, ол елбасының жобасы екенін бәріміз білуіміз керек. Сол кісінің тапсырмасымен жаңағы өкімет те, біз де абыройға жетіп, сапалы орындауға күш салсамыз деп ойлаймын.